Ассалаумағалейкум баршаңа. Бүгін Альфард автокөлігінде осындай ақау көрсетіп тұрған код неисправности деген P2118, содан кейінгі P0504. 0504 белгілі болды, ол тормоздан болып шықты, яғни тормоздың лампшкісінен болып шықты. Сол жерде тоқтарынан оны іздеп таптық. Екінші, мұна 2118, осыны түсіне алмадық. Ішіне кіріп қараған кезде, бұл указывает на наличие проблемы, связанные с напряжением или работой электродвигателя привода дыросельной заслонки дейді. Көлік жүріп тұр, көлік қызып жүреді. Бірақ ауыр жүреді, бір түрлі қалай айтсам болады, прицеп сүйреп келе жатқан секілді көлік ауыр қозғалады орнынан. Біз енді тоғынан іздедік, барлығын шаштық. Тоқтарында бәлкім қысқа тұйықталу бар шығар, немесе енді мынау кезінде сол рөлден, оң рөлден сол рөлге ауыстырған ғой енді. Бәлкім тоқтарында бір жалғанған жерлер, әлсіз жерлер бар шығар. Барлығын іздеп көрдік. Барлығы жақсы, қалыпты, шаштық, табылмадық. Дыросельный заслонканы тазаладық, одан да өзгеріс болмады. Әлгі код кетпеді. Әлгі жаңа ақаудың коды кетпеді. Барлық варианттарын қарадық. Тоғының барлығын тексеріп жүргіздік қой енді. Олардан болмады. Осы бір сағаттай ма жағаластық. Ақырында себебін таптық. Бауырлар, бәлкім сіздерде де кездесер. Осындай ақаулар кездесіп, көмегіміз тиіп кетер деген оймен түсіріп жатырмыз. Мінеке, қайттан біздер жаңа тексеріп қарадық. Ешқандай ақау жоқ, барлығы кетті ақаудың. Жүрісі де жақсарды. Себебі акселятордан болып шықты, бауырлар. Яғни педал, газдың педалынан болып шықты. Газдың педалы басқа кезінде жинаған кезде, басқа серия, японский, яғни жапондық құрылғылары ғой барлығына. Содан басқа российский сборка ма әлде китайский педалыма салынған екенді. Енді ешқандай айырмашылық жоқ түріне қарасаң. Біздер сосын Toyota Ipsum деген автокөліктің педалын, яғни акселяторын алып, шешіп әкеліп, мұнда орнатып қарап, салып қыздырдық. Содан кейін барып қайттан диагностика жасаған кезде, мінеке, барлығы жеп кетті. Ешқандай ақау қалған жоқ. Жүріп қарадық, жүріп қарасақ, манағы ауыр сынып тұрғандардың барлығы кетті. Орнынан кәдімгі қазып қозғалып тұр. Бір сөзмен айтқанда барлығы керемет болды, бауырлар. Бұл код, жаңа көрсеткен ақау сіздерде де кездесіп жатса, неден екені белгілі болды енді. Бұл газдың педалынан екен. Газдың педалын ауыстыру керек екен. Газдың педалын ауыстырғаннан кейін барлығы қалыпқа келді. Яғни Epsum'дікін алып салдық қой. Epsum'дікі енді оригинал, таза жапондық құрылғы болып тұр ғой, жапондық педал, заводтық. Соны алып салып едік. Барлығы ақау кетіп қалды. Бәлкім сіздерде де кездесіп жатса, көмегіміз тиер деген оймен салып жатқанымыз. Алда тағы да жақсы видеолар шығар. Бұл видеоларда жолыққанша барлығымыз аман саулықта болайық. Назар салып қарағандарыңызға көп рахмет. Бұл енді қысқаша түсіріп жіберіп жатырмын, көмек болар деп.